Бүгін біз имбирное печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 стакан ұн, кәдімгі ұн, қант, ас содасы, бал, осындай маргарин немесе 125 грамм сары май, корица, зімбір, яғни имбир, және үстін әрлеуге, яғни глазурға сахарный пудра және жұмыртқа қажет болады. Сондай-ақ бізге мынадай ыдыс керек болады. Ең алдымен табаға немесе кастрюльге 5 қасық, яғни ас қасық қант қосамыз. Және осы бір банка балдың жартысын құямыз. Және оны және 1,5 шай қасық зімбір қосамыз. Және 1 шай қасық корица қосамыз. Ұнтағын. Және 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Және оның бәрін араластырамыз. Және оны отқа қойып араластырып тұрамыз. Бұл кадрда маған апам көмектесті, себебі бұл өте қауіпті. Сіздер де ата-аналарыңыздан көмек сұраңыздар. Бізде көпіршігі шықты, және біз оны оттан шығарамыз. Және осылай біз сливочный масло кеземіз. Мен бірақ маргаринді алдым. Және сары майдың үстіне осы қоспамызды қосамыз. Сары уызын ақ уызынан бөліп аламыз. Біз осындай мөлшерде қостық, себебі маған 2 стакан көп болып кетеді деді. Осылай. Міне достар, біз бұл қамырды 5 минутқа қойып қойдық. Салафанға салып, және біз оны жайып жатырмыз. Міне достар, енді біз оны формочканы пайдаланып, осылай әртүрлі пішінде кеземіз. Сіздер жай ғана стаканмен домалатып кесе салсаңыз болады. Достар, біздің үйде чудо пеш болғандықтан біз оны чудо пешке 40 минутқа пісіреміз. Ал егер де сіздерде духовка болса, онда сіздер 170 градуста 12 минутқа қоя аласыз. Достар, мені печеньеларым дайын болды. Сіздерге де осы печеньяны жасауға кеңес беремін. Бұл видеоны ұнады деген ойдамын, онда міндетті түрде лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Осы печеньені жасап, отбасыңызды және жақындарыңызды қуантыңыз. Ендеше сау болыңыздар.